маған дейтін бос айтып еді, бір дейтін опасный преступник бар, соны өлтіру керек деп. Онда ол преступник сенің артында. Не сан? Түсінің ба? Баспен удар. Ұйықта осы жерде. Енді оның револьверін алу керек. Болды, алып алдым. Енді ол жерде жата берсені, басқа да полицейлерді өлтіру керек. Сен ұрлық жасап жүрген сен ба? Онда кәбітес. Ол атаңның басы бітеді. Сен қалай өлмейсің? Өзі өлмейсің ба? Онда мә саған өлесің сен. Рахмет досым. Досым, рахмет, сен не қыржысың ба не бәрі? Мен полицейлерді қырып жүрмін, әйтпесе қылмасам болмайды сияқты ғой. Отың тоң қайтпай кетші. Кет, мен басқаларын атуға. Сенде бір оружие бар ма? Не, досым, менде бір оружие бар ма? Ал. Ой, оружие деп бомба бар, ол бомбаны дейді. Сен оны полицейлердің босына қолдана аласың ма? Ал. Осы міне ал. Рахмет. Менің спецназарым қалай? Құлап жатыр. Жақсы, менің бұл сейфіме ешкім кіре алмайды. Бәсе, досым, бұған ешкім кіре алмайды деп еді. Осыны жақ кіру керек екен ғой. Сен ба? Сен, чорт, полициялар босына келіп тұрсың ба? Тупой. Сен менімен ойнай бер. Точно полициялардың босына емес, полициялардың чортына ұқсайды. Жақсы, және де жақсы. Болды, мен бұларды қырып тастадым. Бос өлсе, басқалар жұмыс істей алмайды. Болды, мен оларды жойдым. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздер болған мен қалайсыңдар? Кешіріңдер, алдымда дейтін менде 2-3 күн видео яғни шықпай кеткен. Ол видео кесірі менде интернет жасалмай қалған болатын. Менде именно өткен мен интернетімді алып, мамам Ақтөбеге кетіп қалған, соның кесірінен менде Wi-Fi болған жоқ, сондықтан видео шықпады. Енді тап қазір интернет бар, сондықтан видео шығып жатыр. Достар, видеоға лайк басып, коммент жазып, подписка басып кетіңдер каналыма. Хотя бы 2 подписчикке жеткізіп кетіңдер.